Сәлем достар, бүгін біз сіздермен үзіліссіздік теңдеу тақырыбына есептер шығарамыз. Алдымен есептің берілгенін оқиық. Былай дейді. Су қимасы айналмалы көлденең құбыр арқылы ағып жатыр. Құбырдың бөлігіндегі судың жылдамдығы дейді, кең бөлігіндегі 0,2 метр секунд. Егер құбырдың тар бөлігінің диаметрі кең бөлігінен 1,5 есе кіші болса, тар бөлігіндегі судың жылдамдығы қандай болатын еді дейді. Алдымен берілгені жазайық. Яғни сызбасын салып қойдым. Осындай құбыр берілген, осының ішімен су ағып жатыр, былай қарай. Бұл жерде бізге белгілі мынау үлкен бөлігінің диаметрі мен кіші бөлігінің диаметрінің арақатынасы белгілі. Яғни D2 деп белгілену керек. D2-ден D1 1,5 есе артық дейді. Және осы мынау үлкен бөлігіндегі V1 жылдамдық берілген екен. V1-іміз тең болады 0,2 метр секунд. Және D1-іміз тең 1,5 D2 дейді. Енді бізге табу керек осы тар бөлігіндегі V2 жылдамдықты. Үзіліссіздік теңдеуін жазайық. Яғни S1 V1 тең S2 V2. Бұл жерде бізге S1 S2 берілген жоқ, бірақ D1 мен D2 бар. Яғни екеуінің арақатынасы бар. Демек, егер осы жерден V2-ні тап дейтін болса бізге, онда біз S1 V1 бөлу S2 арқылы табамыз. Осы жерден енді бізге S1 мен S2-ның қатынасын тауып алайық. Яғни S1 бөлу S2. Қарап тұрсаңыздар, көлденең қимасының ауданы шеңбер тәрізді. Демек, оның ауданын табу үшін біз π D1 бөлінген 2-ның, яғни πr квадрат қой, квадраты бөлімінде π D2 бөлінген 2-ның квадраты. Яғни диаметрдің жартысы бізде радиусты береді. Ал πr квадрат дегеніміз S тең. Ол бізде шеңбердің ауданын береді. Осы бойынша пилар қысқарады. Және D1 квадрат бөлінген 4 болады, D2 квадрат бөлінген 4 болады. Сонда 4-тері қысқарса, үстінде яғни D1-дің квадраты бөлінген D2-ның квадраты қалады деген сөз. Яғни бірдей шамаларын бұл жерде не істеп тастадық? Қысқартып тастадық. Енді осы жерде S1 мен S2-ның орнына қояйық алып кеп, сонда V2-міз тең болады S1 бөлінген S2-ның орнына D1 бөлінген D2-ның квадраты деп алсақ болады. Яғни D1 бөлінген D2-ның несі? Квадраты. Ортақ квадрат жақшаның алдына шығардық. Көбейтілген не болады? V1. Енді мәнін қойайық. D1-дің орнына 1,5 көбейтілген D2-ні қойсақ, 1,5 D2 бөлеміз D2, яғни квадраты көбейтілген не? V1 болады. Сонда D2 мен D2 қысқарады, яғни V2-міз бізде тең болады 1,5-дің квадраты көбейтілген V1. Яғни есептейтін болсақ, мәндерін орнына қойып 0,2-ні шығады. Бізде жауабы 0,145 метр секунд. Яғни ауданы кіші жерде жылдамдығы қалай болып тұр? Үлкен болып тұр. Яғни V2-міз V1-ден мәні қандай болып тұр? Үлкен болып тұр. Яғни үзіліссіздік теңдеуінің мағынасы осыда. Балалар, бүгінгі үзіліссіздік теңдеу тақырыбына шығарылған есеп сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі тақырыпта біз Бернулли теңдеуіне есептер шығарамыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.